Қазақстанда коронавирус инфекцияны жұқтырғандарды емдеу хаттамасының схемасы кеңейтілді. Коронавирустың жеңіл және орташа дәрежесін емдеуге арналған фавипиравир препараты келді. Тиімділігі жоғары болу үшін препаратты COVID-19 дерті анықталғаннан кейін бірден қолдану ұсынылады. Осы сюжетте кеңінен тарқатып береміз. Шығыс Қазақстанда COVID-19 үшін тексерілген дәрі сатып алынды. Өзге елдердің медициналық тәжірибесі көрсеткендей, бұл дәрі коронавирустық инфекцияны емдеуде тиімді болып табылады. Және бүгінгі күн аймақтағы эпидемиологиялық жағдай шиеленісе түскендіктен фавипиравирді сатып алуға қаражат бөлу туралы шешім қабылданды. Оны COVID-19 жеңіл немесе орташа дәрежеде анықталғаннан кейін дереу қолдану керек. Препараттың клиникалық сынақтары оның тиімділігін растады. Сонымен қатар, фавипиравир бірқатар көрші елдерде белсенді қолданылады. Тағайындалғанға дейін дәрігерлер пациенттер мен туыстарына осы препаратты қабылдау қажеттілігін және оның клиникалық тиімділігін түсіндіру керек. Данный препарат, речь идет о... Бұл препарат коронавирустың жеңіл және орташа формаларын емдеуге арналған. Бұл барлық клиникалық формалардың 85%-ын құрайды. Оны амбулаториялық деңгейде қолдану өте ыңғайлы. Егер адам препаратты уақытылы қабылдаса, ол инфекцияны таратпайды және басқаларға жұқтырмайды. Кез келген препарат сияқты оның жанама әсері бар. Олар зәр қышқылының және бауыр ферменттерінің жоғарылауы түрінде көрінеді. Сонымен қатар кішкентай кардиоуыттылық бар. Препаратты қолданар алдында ЭКГ жасап, зерттеулер мен мониторинг жүргізу қажет. Аймақта антипиретикалық және вирусқа қарсы дәрі-дәрмектердің тұрақтандыру қоры құрылды. Коронавирустық инфекцияның басқа дәрілеріне келетін болсақ, облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары бүгінгі таңда коронавируспен күресте тиімді деп танылған дәрі-дәрмектерді ғана сатып алатындығын түсіндірді. Жалпы, мамандардың пікірінше, коронавирусқа қарсы вакцина келесі жылы пайда болуы мүмкін.